Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздерге тағы да күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі сейсенбілік ақ таңда біздің студиямызда тағы да қонағымыз бар, мейманымыз бар. Таныстыра кетсек, Гүлім Арыстанбекқызы, гастроэнтеролог маман. Қош келдіңіз арнамызға. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Жалпы енді гастроэнтеролог маман деп жатырмыз. Ол жөнінде көп адам біле бермейді. Жалпы бірі білсе, бірі білмейді. Сондықтан өзіңіз басында айтып өтіңіз, сіздер науқастарға қандай көмек көрсетесіздер? Және бүгін сіздердің мерекелеріңіз, мерекеңізбен құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Иә, гастроэнтеролог мамандығы көп адамдарға белгісіз, кейбір адамдар білмей жатады, бірақ та қазір Қазақстан бойынша да, соның ішінде Ақтөбе облысы бойынша да гастроэнтеролог мамандығы өте кең дамыған, күннен күнге қарыштап дамып келе жатыр деп айтсам да болады. Соның дәлелі ретінде бізде Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінде номер 2 ішкі аурулар кафедрасында 2014 жылы гастроэнтерология мамандығын дайындайтын, мамандарын дайындайтын резидентура ашылды. Сол резидентураның ең бірінші түлегімін мен. Биыл бұйыртса, Алла қаласа, 3-ші түлектері бітіргелі жатыр сол резидентураны. Және гастроэнтерологияның дамығанын тағы бір айғағы облысымызда гастро-гепато орталық жұмыс жасайды. Ол Ақтөбе медициналық орталығының базасында орналасқан, халыққа амбулаторлық поликлиникалық көмек көрсетеді. Гастроэнтерологтардың халыққа көмек көрсету, науқастарға көмек көрсету емханада да және стационарда да жүреді. Емханада амбулаторлы поликлиникалық көмек көрсетсе, жағдайлары қанағаттанарлыққа жақын, орташа науқастарға диагноздары кішкене жеңілдеу диагнозды науқастарға көмек көрсетсе, стационарға науқасы асқынған, жағдай ауыр науқастарға көмек көрсетеміз. Бұл жерде енді көрермендеріміздің кейбір түсінбей жатырған шығар. Қай дене мүшенің ауруы бұл? Гастроэнтеролог мамандығы жалпы ол асқазан ішек жолдары. Асқазан ішек жолдарының аурулары сонымен қатар бауыр, ұйқы безі, талақ аурулары да осыған кіреді. Сол бойынша гастроэнтеролог мамандығы жұмыс жасайды. Негізі сол көбіне асқазан жара ауруы, ішектің қабын аурулары, бауыр аурулары барлығы біздің осы саламызға кіреді. Енді ауру еміз дегенше ауырмаудың жолыңыз деп жатады атам қазақ. Енді осы орайда дәл осы мәселелердің алдын алу үшін қандай шаралар қолданған дұрыс, қалай тамақтанған дұрыс? Сіздің маман ретінде кеңесіңіз? Маман ретінде кеңесім дұрыс айтасыз, ауырмайтын жол іздеу керек. Ең біріншіден жаңағы қалай айтсам болады, ең бірінші салауатты өмір салтын сақтану керек. Адам дәрігердің алдына келмесі үшін салауатты өмір салтын сақтанып, ол үшін яғни зиянды әдеттерден аулақ болу керек, дұрыс тамақтану керек. Жаңа бірінші мейманымыз айтып кеткендей, дұрыс тамақтанып, күніне судың көлемі, тамақтың көлемі бәрі мөлшерлі болу керек. Дене еңбегімен, спортпен шұғылдану керек адам. Және стресстік жағдайларды да артта қалдырған жөн деп санаймын. Соның барлығы салауатты өмір салтына кіреді. Мысалға, стресс болып жатса, кейбір адамдар көп мөлшерде тамақ жейді. Және де қалай оны жеп қойған, қалай қолданып қойған байқамайды. Бұл жөнінде де айта кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Қазірде дамыған қоғамда өмір сүргендіктен біздің қаламызда стресс өте көп. Жұмыс барысында да былай болса стресс өте көп. Сол кезде адам артық тамақты қалай қолданғанын білмей қалады. Сол себепті ол стресстік жағдайды алдын алу керек. Себебі дейтін барлық стресстен кейін ол стресске бейім адамдар өте семіздікке бейім адам келеді. Стресстік жағдайлы жұмыс тәртібін өзгертіп, ұйқысын тыныштандырып, барлық өзінің күн тәртібін өзгерткен дұрыс деп санаймын, стрессті азайту үшін. Бұндай жағдайда мен бір сұрақ қоя кетейін. Қандай жас шамалығында, қандай жас аралығындағы азаматтар, азаматшалар, балалар ма әлде көп келеді сіздерге? Осындай сұрақ көп қандай адамдарда туындайды? Негізі мен өзім ересек адамға көмек көрсететін гастроэнтерологпын, бірақ балалар гастроэнтерологы да бар. Ол да Ақтөбе медициналық орталығының базасында балалар стационарында орналасқан. Балаларға да, ересек адамдарға да көп көмек көрсетеміз гастроэнтеролог, бірақ көбіне осы жасына сәйкес болатын болса 16-30 жас аралығында адамдар өте көп солай гастроэнтерологқа жүгінеді. 30, даже 40 жасқа дейінгі адамдар өте көп жүгінеді, себебі олардың
қазір жұмыс басты адамдар стресстік, тамақтану тәртібі дұрыс емес, және де асқазанда өзгерістерде өте үлкен адамдардың асқазанындағы өзгерістерге дейін болуы мүмкін. Жалпы жақсы, енді осы орайда байқап отырсақ, өзіңіз бірнеше жыл болған дәл осы салада қызмет жасап жүргенсіз. Оқуды бітіргеніңізде 3 жылдың жүзі болды. Енді осы орайда сіздің осы еңбек өтіліңіздегі статистикаға көз жүгіртейікші. Өткен жылдармен салыстырғанда жалпы бұл осы аурулармен сізге жүгінетін науқастардың саны азайып жатыр ма, немесе көбейіп жатыр ма? Науқастардың саны азайып жатқан жоқ. Күн өткен сайын көбейіп жатыр деп санаймыз. Себебі гастроэнтеролог мамандығы ашылғасын ба, енді дамып кеткасын науқастар білет, хабардар, және әдейілеп жалпы тәжірибелік дәрігерден әдейілеп гастроэнтеролог маманға жүгінгенді жөн саулайды. Сондықтан да біздің науқастардың саны көбейіп жатыр. Әзірге күннен күнге көбеюде. Мысалға, біздер қазақтар енді қарап тұрсақ, асқындырып барамыз ғой ауруымызды емдеуге. Асқындырып келетіндер көп пе, әлде енді басталып жатып алдын алатындар көп пе? Енді біле бермейді ғой көп адам. Сол жөнінде айта кетсеңіз. Енді стационарға келетін болсақ, стационарда асқындырып келетін науқастар өте көп. Себебі онда ауыр науқастар уже асқынған ауру. Ал поликлиникада оны асқындырмай алдын алуға, егер гастроэнтерологқа жүгінсе, алдын алуға жағдай бар. Сол себепті барлығына бірдей топырақ шашпаймыз, бірақ өзін денсаулығын ойлап, алдын ала кішкене болса шағым туындаған кезде бізге жүгінетін адамдар өте көп. Осы орайда бірден сауал қойып өтейін. Кішкене шағым туындай қалған жағдайда дедіңіз. Ол мысалы қандай симптомдар дейміз, қандай белгілері болуы мүмкін? Ол енді асқазан ауруларына, өңеш ауруларына келетін болсақ, мысалы қыжыл, эпигастрия аймағында ауырсыну, кекіру, қайта-қайта кекіру, ішінің қатуы, мысалы 2-3 күн деп дәретханаға шыға алмайтын науқастар болады. Солардың барлығы ол ең бірінші симптомдарға жатады. Сол байқаса гастроэнтеролог маманына жүгінуге болады. Мінекей, дәл осындай белгілер байқалған жағдайда, құрметті көрермен, гастроэнтеролог қайдасың деп тікелей ауруханаға тартып отырыңыз. Өйткені сіздің денсаулығыңыз сізге ең бірінші сізге маңызды. Осы орайда енді бағанағы мейманымыздан да сұрап өттік, енді тағы бір мәрте көрерменіміздің көзін жеткізу үшін тағы бір сұрап өтейінші, фастфудтың зияны қандай? Қаншалықты, немесе енді бірақ мүлдем зиян деп, оны мүлдем тұтынудан да бас тартпаймыз ғой, енді ол тағам болғандықтан да қаншалықты мөлшерде тұтынуға рұқсат етілген осы орайда? Фастфудтың зиянын барлық қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан хабардар адамдардың барлығы біледі деп ойлаймын, зиян деп. Бірақ оны дұрыс айтасыз, тұтына алмай отыра алмайсың, себебі деген отбасымен ойын-сауық орталығында, отбасымен демалатын ойын-сауық орталығының барлығында фастфудтар дерлік орналасқан, ол жерден дұрыс тағамды таппайсыз. Сол себепті де бірақ соған қарамастан адам өзі осы жеңіл тез дайындалатын тағамдарды қолданбауға тырысу керек. Себебі ол дейтін үнемі жиі пайдаланатын болса, зат алмасудың организмде бұзылысына алып келеді. Ал ол әрі қарай қант диабеті, гипертония ауруы, бауыр аурулар, асқазан ішек жолдарының ауруларына әкеліп соқтырады. Қаншалықты жиі деген оның өзінің нормасы жоқ. Негізі пайдаланбаған дұрыс деп санаймын. Мысалға айта кетсек, қазір кішкене балалардың барлығы дерлік, тіпті ересектер біздердің өзіміз чипсы деп атаймыз ғой. Соны көп қолданамыз. Оның зияны өте көп, кейбір балалар өліп кетіп де жатыр деп атады. Сол жайында ақпарат айта кетсеңіз, мүлдем қолданбаңыз деген сияқты мүмкін үндеу тастасаңыз қалай қарайсыз? Балаларға осы жеңіл тамақтарды, жеңіл дайындалатын тамақтарды, фастфуд, газдалған сусындарды пайдалануға мүлдем болмайды. Себебі дейтін, біз өзіміз практикада жүргенде, резидентура оқып жүргенде детский стационарға бардық, балалар ауруханасына. Сонда 3 жасар, 4 жасар балаларда асқазан жара аурулары кездесіп жатты. Яғни асқазан жарасын емдеу барысында ол 1-1,5 ай емделеді, және онда берілетін дәрі-дәрмектер 3-4 дәрі
қатарынан беріледі. Оны емдеуге болғанымен ол кейінде ол дәрінің балаға 3-4 жасар балаға зияны бәрібір болады. Сол себепті қазір балаларды үйретпеген жөн, отбасында қадағалап отқан жөн деп санаймын. Осы орайда бір қазақ стереотип бар ғой, мұғалімнің баласы бұзық болады дейді. Сол демекші, енді осы дәл осындай маман, яғни дәрігер маман, Аққабат Абзалжан, гастроэнтеролог маманның отбасында жалпы үй ішінде дұрыс тамақтану тәртібі қадағалана ма, немесе тікелей сіз өзіңіз қадағалайсыз ба, немесе жаңағы айтып өткеніміздей кейде жаңағыдай норма бұзушылықтар болып тұра ма? Сақтайсыздар ма тәртіпті көбіне? Көбіне сақтауға тырысамыз. Енді кейде болып қалады, қонақтық не деген сияқты болып қалады, бірақ көбінен сақтауға тырысамыз. Өзімнің қызым әлі кішкентай, сол себепті оны тамақтанын қадағалауға тырысам. Көбіне табиғи тамақтармен, сүт өнімдерімен тамақтанған, және суды, сұйықтықты көп ішуге, және де қанықпаған, тез сіңірілетін көмірсу тамақтарын қолданбауға тырысамыз. Мысалға, кішкене балаларға, әлі құндақтағы балаларға гербер, доромарин сынды көптеген кашаларды беріп жатады. Олардың пайдасымен қатар зияны да бар ма, көп қолдану керек па, әлде мөлшермен бе, соны айта кетсеңіз, жас аналарға арнап? Оны енді 6 айдан бастап қолданатынын білем, бірақ бұл жөнінде зерттеу мәліметтерін оқыған емеспін, статьялар дейді, ондай оқыған емеспін, дәлелденген. Бірақ та сол пюреларды өзі қолынан дайындап беруге болады деп есептеймін. Мысалы, брокколи болатын болсын, көкөністерден неден дайындалған пюреларды блендермен езіп, үйде дайындап беруге болады. Оған ақша құртпай, біріншіден ол арзан тұрмайды, екіншіден таза өнім болып есептеледі. Жақсы, енді осы орайда бағана айтып өттік қой, мереке дедік, сіздерге қос бірдей мереке болып жатыр, құрметті көрермендер. Осы сәтті пайдалана отырып, кешегі өткен Ақтөбе қаласының 149 жылдық мерейлі мерекесімен баршаңызды құттықтап өтуге рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар сіздерді бүгінгі келіп жеткен төл мерекелеріңізбен құттықтайық тағы құрметті. Енді осы мерекеге жоспар қандай? Енді осылай аталып өтіп жатқан мереке болғандықтан да, сіздер енді тәй-тәй басып қарыштап келе жатқан бір сала болғандықтан да осы мерекені атап өтуді жоспарлап отырсыздар ма? Бүгін ертең осы мерекеге орай Ақтөбе медициналық орталығының базасында Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығынан профессор мамандары келіп бізде мастер-класс өткізеді. Мастер-класс барысында лекциялар оқылады, науқастар консультациялар жасалады, және де осы бауыр ауруларының диагностикасы және емдеу жөнінде өзекті мәселелер талқыланып, олардың диагностикасындағы иммунологиялық, генетикалық зерттеулер жүргізіліп, біздерге көп сабақ алатындай шара өтейін деп тұр. Енді осы орайда осы гастроэнтерология мамандығы біздің елімізде енді қарыштап келе жатыр деп тағы бір мәрте айтып өттік. Алайда осы салада оқ бойы озық тұрған бір бүткіл әлемде алды болып келе жатқан мемлекеттер қандай? Алды болып келе жатқан мемлекеттер бізде өзі гастроэнтерология бойынша Европа гастроэнтерологтардың ассоциациясы және Америка гастроэнтерологтардың ассоциациясына жүгінеміз. Және де Ресейдің де кейбір оларда зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Гастроэнтерологтардың ассоциациясы біздің өзімізде де, Қазақстанда да өзіміздің гастроэнтерологтардың одағы бар. Бірақ көбінесе шетелдің Европа мен Американың зерттеу мәліметтеріне, жүргізген дәлелдемелеріне, солардың протоколдарын алып жұмыс жасауға тырысамыз. Алайда ол жақта дәл сол Европаның өзі жаңағыдай артық салмақ ауруымен ең көп ауыратын орталық болып саналады. Ең көп қолданатын фастфудтарды да әрине сол жақтан шыққан ғой енді фастфуд дейтін. Олар да солармен күресуде. Жақсы, көп рахмет. Енді бүгінгі келіп жеткен мерекеңізбен сізді және сіздің ұжымыңызды құттықтаймыз. Сонымен қатар бағана айтып өткеніңіздей, биылғы 3-ші жылғы түлектерді де дәл осы келіп жеткен болашақ мамандықтарының мерекесімен құттықтаймыз. Тағы бір мәрте айтып өткеніміздей, дәрігерлерге біз мейлінше сіздердің пациенттеріңіз азаюын тілейміз. Бұл жақсы тілек деп ойлаймын. Сондықтан да еліміз аман, жұртымыз тыныш, әрбір тұрғынның дені сау болсын, сіздерге жұмыс сәл азайсын деген тілегіміз бар.
Ал құрметті көрермен, біз студиямыздың мейманымен қоштасқанымен сіздермен қоштаспаймыз. Арада сәл ғана жарнамалық үзілістен соң қайта жүздесетін боламыз.